Кімде-кім дұғасының қиыншылықта, ауыртпалықта қабыл болуын қаласа, кеңшілікте дұғасын көбейтсін. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кеңесі. Тек қиналғанда емес, бәрі жақсы кезде де Алланы еске алып, дұға жаса. Жүрегің тыныш болса да, өмірің жайлы болса да, дұға жаса. Себебі кеңшіліктегі дұға қиын сәттерде есік ашатын кілт. Қиындықта жауабы кешікпейтін дұға сол кездердегі ықыласыңның жемісі. Бүгін дұға жаса. Алламен байланысыңды үзбе. Ертең сол дұғаң сені құтқарады.